Ақ марқа. Гүлмекен Тікебай. Әңгіме. Айбар мектептен келе сала, қоржынының бір басына кітабын, екінші басына сусынын салып, өрістегі ағасына ауысымға барады. Бүгін де кең даланы жаңғырта әндетіп өріске жетті. Неге сонша кешіктің? Сабақтан қалатын болдым ғой, деді ағасы ренжіп. Сөйтті де заттарын жинап, ауылға қарай жүгіре жөнелді. Күз келгелі күндегі тірліктері осы. 30 шақты майдамалды ағасы екеуі кезектесіп бағады. Ал жазда қойды жайлаудағы малшыларға қосып жіберетін, үйде сосын армансыз ойнайтын. Ауылға қарай асыға басып бара жатқан ағасын көзімен ұзатып салған Айбар қойларын бір түгендеп алып кітап оқуға кірісті. Ол Сәбит Мұқановтың балуан шолағын осымен екінші рет қайталап оқуда. Әсіресе балуан шолақ атанатын ана бір түйе балуанмен күресетін жерін ерекше сүйіп оқиды. Кенет арқа тұсы жыбыр ете қалды. Жалт қараса өзінің ақ марқасы екен. Сүйіне бұрылды. Ақ марқам менің, мені сағындың ба? Саған қант әкелдім. Міне, жей ғой, деп қошақанның бұйра жонын сипап қойды. Ақ марқа қантын жеп болған соң еркелеп, Айбарды мүйізімен түрткілеп ойынға шақырды. Ойнағың келіп тұр ма? Онда қуа ғой мені. Айбар қашып, ақ марқа қуып екеуі біраз ойнады. Аздан соң шаршаған марқа жайылуға кетті. Айбар кітабын қолына алды. Қайтадан балуанның өміріне біте қайнасып, қиял көгіне шарықтап кетті. Ау, бүркіт, мен сұңқармын, естіп тұрсың ба? Деген дауыс естілгендей болды бір кезде. Біреу үстіне айқайлап жатқан секілді. Көзін ашса, ағасы екен. Ұйықтап қалыпты. Ағасы төбесінен төніп тұр. Ау, қойшы мырза. Қой қайда? Не жатыс мынау? Деді иек қағып. Атып тұрып айналаға қарап еді, қойлар көрінбейді. Шошып кетті. Мен байқамай ұйықтап қалыппын ғой. Қойларды бір кездейікші, деді Айбар батуға айналған күнге қарап. Өзің жоғалттың, өзің тап, деді ағасы қатулана. Мен ауылға кеттім. Мынадай уақытта далада жүруге болмайды. Сәлден соң қараңғы түседі. Мұндай кезде ең дұрысы ағасынан ажырамау. Артынан ере жөнелді. Жүрісі қандай тез еді, жеткізер емес. Арасында, қал осында, қойды ізде, деп ұрсып қояды. Қандай қатыгездік десеңші. Сөйтіп жүріп, міне дегенше ауылға да жетіп қалды. Әкем ұрсатын болды ау, дегенше болған жоқ. Ақ марқа шықты алдынан маңырап. Өй, ақ марқам менің, сен қалай келіп алғансың мұнда? Деді қозыны бас салып. Қойдың үйге келіп қалғанын содан біліп қатты қуанды. Ағасына қараса, ағасы күліп тұр екен. Ақ марқа құрлы ақыл жоқ, деді шекесін шұқып. Кеш бата сала мал екеш, мал да қайтады қорасына. Ал сен жүрсің сол кітабыңды құшақтап, қиялға беріліп. Жетер баулар. Кітаппен дос болғанның жаман болғанын көрмедім. Тек сақтықты ұмытпау керек, далада ұйықтау өте қауіпті, деді осы кезде жандарына келген әкесі. Содан бұлай Айбар әке ақылын тыңдап, сергек болуға тырысатын болды. Бірақ кітабы әлі ажырамас серігі. Онсыз еш қызық жоқ сияқты бұл дүниеде. Әңгіме ұнаса, арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар.